bir үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын класстастарым. Ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап, айналайын класстастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап, айналайын класстастарым. Сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Фишер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде Сол деніміз сау, басымыз аман, осы түгел, осында қуаныштың құдай, бұдан да ары жолықтыра берсін бізді аман есен, қуаныш дастарханында. Сол ішкен жегеннің ағасымыз осы аруақтарға тербіз. Мейлі, аман. Қазір енді бәріміз жиналған кезде есікті шығып бір сөйлесіп алайық. Антапат келу керек, Оразбек кешіп жатқан себебі болды ма? Men şahın böyledim, cılap, dura bir kanalına oturduğum siz betime karayıp döndürdü. Sonra ne betime karayıp söyledim. Bilmeyim çünkü. O sonra yesim seni köreme yalasında yolunda oturup senin kasında oturmasa oturmayın çünkü. Çiftçimle. Ben de uақытша отырмын ғой, уақытша. Мен де уақытша, мен әлі жақсы. Балаларға айтсам қиялды? Жоқ, ода біреуі Жамалдың орнында, біреуі Антапардың орнында. Бізден жақсы білеміз ғой. Қане кімің? Шетінде кім бар? Шетінде кім ішеді? Қойғамыз. Әлия кім ішеді қыздар? Namaz yok musun da şey mi? Ben Canbay'a geldim desin dedim. Canbay'dan işpegenin şimdi 200 var deydi. Sol sebebini sağ oturması beni düzeltti. Koygan adamın. 12-14 yıllıktır koyganında. Sebebi olmaydı. Sebebi Canbay'a gelip yoldan kayıtkanı solay oldur. Rejimizdir ya. Енді бүгін 51 жылда болады ескі жастық шақты еске түсірейік, бізде жас кезімізді еске алайық. Сен өлгеннен кейін сен қаймау керек. Бақтарларға, жамалдықтарға қайжылы бір кездескен жамал көп сөйлеп маған. Сол барып айналар, құшақтап жатырған деген бәрі түсіндіріп айтып, тоғын сол жерде мені қинамайсыңдар. Мен шын деймін өзім. Кола. Қазір новый кола шықты ғой сонда. Кола қазір кола шықты. Sarı kola değil. Biz gazı. Bize diyorum mu? Biz Kaç koydunuz?
Cimse. Kızlardan başlayayım. Sözü köndüse kızlar tinde otursa bence. Sebebi yer bolar. Mектepte жүргенде кішкене көбірек принимать жасайық та қыздар жағына. Алғашқы тост сүлетті радиоға өзіңіз бастаңыз. Ноланы айтып бақтан шығардым дейді. Аналар келгенде сразу ашып кетіп қалған деп отырған. Немене өзің ба? Аттың Сестра. Жансыз ба да бақтан сен де жансың ба? Үш келген кезде ең ғана біліп отырмыз. Қандай ер екен? Ботпай. Ботпайдан да құрды. Мен қайын жетемсің бе? Анау бақтан да Нұрланмен жақында болды, кімнің де күндерінде Нұрланмен айтып жақында бір сұраша келеді, жақын болған кезде не ғой енді жақын. Сіздің видеоға кісе Ботпай. Школдағы кезінде айтып отыр екен десің бұл школдағы кезінде. Алия қаңғым еді? Әлі ой. Қаңғы кім? Қаңғы тұрған мен де ғой. Алияшы? Ой, қойып деді ғой. Ханымдарда құрды. Жаншында құрды. Жора қайсысы? Красный жебей ма? Красный айтып қой. Мен красный ма? Сара арған біздің видеода кісілер арған. Хорошо бір-бірімізді алып кеп қалады. Сұраған емес, ол кезде вообще екі бала әңгіме жүріп отыр. Ол өзі тәртіп сондай еді ғой. Ондай Оразбек мықты еді. Оразбек сөйлеседі. Мұғандар мықты еді. Қазіргі мұғандар қалай мұғандар өзі білмейді ғой. Қалай үйренеді. Спектакль батырсын. Тойда көргеніміз болмаса, бақтанды өткенде ғана тау жерді көрдім, Сараны көрдім. Мен Гүлнардың андасында көріп көрдім еді, оны да сол кезде көрдім. Затаны бәпші көрмей кеше ғана көрдім. Не деймін, бәрінен де денсаулықтарыңыз бар болсын, дендеріңіз сау болсын. Мынау екі әже отыр, соларға қарап, бізде солардың орта сендер естіріп басында, бізде сендерден қалыспай, шөбере көрейік, шөберені алдынан майжалайық. Құдай соған Қыздар, бірінші бұл да тағамның бірі. Onu bilene kolan işte minende kuş verecek Кейін ау жоқ ешқандай. Алам деген адамда, пожалуйста. Ал қыздар, Мас болсайларды баламыз өдемеу кешіп келсек ішпейсіңдер. тойымыз өзімізге байланысты. Жақсы отырамыз десек, жақсы өтсек. Көпшілік жерде отқан жоқпыз ғой, өзіміз әдемі отырмыз баяғы. Жаспен еске алып отырамын, просто. Sen aldın mı? Aldım. Kola dedim. Kola dedim. Мен панашымын кола. Görüyor ya adamın. Жақсы көресің айтып отыр, үште көрсің. Самогон var. Hepsi kol, ben жоқ. Айтып ölmüyor ben, kişip koyasın. Мен жақсы, ешінде жұмын жақсы көрсің. Аны ковидті бауырдық қой. Сонда құдай мынадан жанымыз қалды ғой. Арақ болмайды. Ковид кезінде арақтың градусы аз болды. Одан врачтар бәрі айтты, самогон ішінде. Самогондікі 70-тен ары ковид өтірет деді.
Самолет таппай қалдық қой. Жоқ самолет. Самогон жақсы деп айтады ғой. Потому что он кіліп неде, одан иісі жоқ. Мысалы, ана арақтан басына ауырып, одан не алып жүрсің ба? Арақ, ысып кетесің араққа. Ауылда самогонның арақ иісі жоқ. Білмейді. Марат, мысалы, самогон ішпесе сен білмейсің оны. Жоқ, мен өзім бұрыннан қатармын. Күнге күйгенмін ғой содан енді. Дайындап отырмыз. Полный комплект. Генералы пьют стоя. Твой бол, бүгін твой прият. Той туған жас. Енді келетін екі адам қалды, Орызбекпен Жамал екі адам. Адам қайсынан? Сол, ақ, қызыл. Құйғанға дейін есімдеріңізді еске алайық. Мені бәрі Вапира, дорогая, мен все нарисуем. Аяқтан бастайық мен кішкене. Сараны жақсы ойлаймын, кешеден бері. Сара вчера спасла мне жизнь. Что-то водки не хватило. Сара, где водка? Сейчас будет. Нұрлан, генералға ұқсайсың? Қойдық қой? Мынандай не хочу дейді. Ана бар. Мен тамадаларым жоқ болса, генералға сөз берейік, одан кейін бастайық, да? Одан беріңіз басайық. Мына жаққа. Мына тұрдады. Өзім арағым бар. Чистый. Қаяқта? Бұл не? Бұл тасай ғой. Арақ деген жаман болып кетті қой бәрі. Зарядың ішсең, отравление болып өліп қаласың. Кімге қиын? Жақсысын алдырады. Соседка по соседке. Маған мынаны нұрлан берді. Самогон жақсы нәрсе. Бірақ бір самогонның үйленіп алу керек. Команда жіберіп тұрады баяғыда. Ал, атыға бар, баста. Так, есіміңіз қалай еді? Сара. Зада. Бақытгүл, Сара, Зада, Гүлнар, Рабиға, Алия. Бәрі жабырап кетті ғой. Өздері айтады ғой. Мен бақтармын деп. Сосын кім айтады, мен Сарамын деп. Таниын ғой, әшейін айтып отыр. Еркелеп отыр ғой. Қандай тамаша уақыт дейді, да? Ештеңе бас алмайды. Ертеңмен мектепке, кешке үйге. Жағдай. Қанша уақыт? 55 жыл. Сол уақыт бірегілі айтса, 55 жылдан келесеміз, басымыз айналып келетін, да? Мені орысша жалғастырайын. Бізде әскердің жүргеннен кейін всю жизнь, считайте, 45 лет в строю стоял, еще в 10-м году 15 лет общественно-армейской работы. Считайте, вся жизнь, наверное. Может, это и хорошо. Иногда, думаю, остался я на гражданке, коммерсантом был бы, она
Сейчас я вкусил гражданскую жизнь в течение 15 лет. Насколько она сложная, эта армия. Ужасно сложная. Если себя не найдешь, и подставят, и загрузят, и в рабочий крестьянский. И можешь сломать себе жизнь. Ну, вот в наших мероприятиях надо должно отдать. И нас всех, как бы не хотели, в памяти она сложилась уже, никуда не денется. Вот я говорю, имя лишний раз говорить, это тоже хорошо. Вот, в протяжении стольких лет общение было широкое, много знакомых. Родные, близкие. Не лично? Қазақ сөйлеген түсінемін деймін, орысша білмеймін. Я перевод сказал. Екіге дайындасыз ба? Не даяр қазір? Даяр болса әкеліңіздер. Не она, поэтому я сразу не подписал. Сабат, подпиши ей. Давай, я сам буду. Мен бұл. Ручка бар ма? Бала, ручка Қыздар, сіздерді сыйлап, Мараттың досына. Бәйбіше тоқалды. Қызын айтты қашты. Bir қағазын фамилиясын дұрыс тұрмыз болайшы. Көрдің ба, біз ресторанда бидар теріп жатырмыз. Ой. Так, вот мне. Куда у нее медаль? Она на меня набрали. Кішкене қағаз, мен фамилияны дұрыс жазайшы, одан әкші. Менен сөзсаңыздар мені. Мен де бұл ұстап тұра берейін. Қазір жазамын. Ой, рахмет. Мен бетіңізді шықып қойшы. Марат көрмей тұрады. Рахмет. Все, начало есть, продолжаешь. Таса алып келді. Марат, Сізде қағаз жоқ па? Ол кімдерді күту, не? Жемісай, сен фамилияны Давай, біз Памятные медали делают, нагрудные знаки делают. Поэтому года 2 назад я не практиковал, что дали добро, печать есть, это есть, и будет. Здесь есть свои нюансы. Список надо отправлять. Жемісай, Абдулапар, торжественно вручение болайын деді. Мынау удостоверениесі Жемісайға. Военкоматқа барып тіркеліп қой. Льготы будут, да? Бұныки. Ой, рахмет. Рахмет. Өлі, Жасаған жетістіктері үшін беріліп отыр. Жай ғана беріліп отқан. рахмет. Алладан қайтсын сіздердің не қандарыңыз. Жақсы болсын. Әдемі. Ну ладно, намекает, говорит, а что, ему медаль не поставили. Нет, маған емес, бәрімізде. Те мужчины, которые родное гнездо бросают, туда-сюда ходят, они никуда не награждают. Астана келгенде күліп шутку говорю. Ердаев, Камрадов, вот родились же. Нет, не признают Тарас. Туда приезжают вот так. Оп. Ну, деревня деньги собирает. Бағаны берді айтып жатсың ба? И айтып қойсам оларды делать. Надо заслушать наш Жемісаймен баратын сияқты. Одан кейін, пожалуйста, береміз. Ал, келіңіздер. Біз алып қойдық. Көрген жоқ па сіздерге? Біз алып қойдық. Ну, Мынау қазір. Специально барып қашады. Арақ әкелген ма? Арақты уже қойдым мен. 3 литр әкелген. Ал, Құдай бізге Құдай жақсылық берсін. Сабан. Қаттырақ айтшы. Не? Қаттырақ айтшы. У тебя... Құдай туралы емес, біз туралы. Мен тоже это білмеймін не? Осы тұрған бойымда. Инициатива.
Biz endi o'z basimiz sizlarning bari qattiq so'zlarning bari quloqlariga yetib qoladi. Qattiq so'zlaydi. Qattiq so'ylaydi. Qattiq so'ylayveraymi? Ha, unday bo'lsa, birinchidan bizning qizlarning endi sizlarni ko'rib жүрмін. Qizlarni ko'p yildan beri ko'rmaganimga, kecha ko'rganimga, bari yuzlaridan ko'rganim, bari tanib qo'ydim-da. Rabihan bayqamay qoldim, biroq tanib qo'ydim. Qonish o'ta zo'r. Amon esamiz, Xudoga shukr. Amon esamiz. Bәріміз аман есеннен кейін кішкене шеттеп кеткендер бар екен, өмірде Алла тағаланың өлшеп берген уақыты сол, онда ешкім қарсы тұра алмайды. Қалғанымыз бәріміз әп-әдемі, қыздардың бәрі әп-әдемі, көздерінің бәрі жарқырап тұр. Ол да шынында де. Шеде жаңағы кемпушка болмағышта нормальный. Бізде әлі есімізде Рабиғаны есімізде сабақ жақсы оқитын, есімізде сабақ жақсы оқитын, Мырзагүл жақсы оқитын, Күңгірбе жақсы оқитын, бізде жақсы оқитындар көп еді ғой, Марат жақсы оқитын, мен жақтар ішінде. 3-4-тің ортасында, 5-тің ортасында қуаныштымын сіздер көргеніңіз. Бүгін мынандай отырып болғанына да қуаныштымын, аман есенмін. Бәрі жарқырап тұрсыздар. Бәріміз аман болайық. Құдай бұйырса, Құдай қаласа, мынау 55 жыл ма, қазір 5 жылдық жақсы Алла тағаланың өмірі болса, Құдай қаласа 60 жылдықты өткізейік, соған жетейік деп ортамызда мақтан тұтатын генералымыз да бар, мақтан тұтарымыз бар деп. Şimdi Asu Jamal'da ettim. Hemen bir general diye tıkırındı. Rastlı. O zaman her zaman ben baktanı koyun da herkesti. Bu anda Kuday'a şükür. Her bir klasta generallar olsa kuvvet edildi. Bir general, bir mektepte var. Canayip cidden soruyor. Orada var, profesörümüz var. Ha? Profesör var orada. Yok, profesörler Marat mı? Marat Var mı? Әбдіғапар, просьба, тағы бір осындай медаль берші Маратқа. Припал в то время к Кундупе. Я до сих пор не могу понять, почему. Он симпатия. И один раз проводил, второй раз. Ответного нету. Обычно как? Biz құшақтасасын, баламыздың түсінбейміз ғой. Потом она медицинский поступила. Я краткая история расскажу. Но отношения-то поддерживались. Потом получилось увольнение меня. Я в Алматинском высшем командном училище учился, а она медицинское училище. Звонишь, не отвечает. Потом говорю, нет, я пойду. Обычно мужской дух что-то запланировал, добиваешься же потихонечку. Бір мәрте одан поехал, вахтерша узнал, какой номер у нее, оказывается, 4-й этаж у нее, номер такой-то. Вахтерша говорит, мен кіріп шығайын, мы же учились вместе, как родные. Нет, нельзя. Надо список занести, там разрешение надо. Содан кейін бір тау тұр екен, 5-ші этажға. Сонымен бардым. Содан 4-ші этажға шықтым. Сөйтіп келсем, жігітімен отыр. Күліп, біраз отырдық та, кейін қайттым. Содан кейін барған жоғым. Мужская натура. Мен орнасы сұраймыз. Орындарыңыз бар ғой? Ассалаумағалейкум. Ешнәрсе жоқ, штрафны өтеміз. Кешеміз ғой? Кеше боласың, иә? Ой, нағашымның басын. Сәлем бұлай. Жоқ. Алла айтпайсың. Мені дұрыс. Енді қарша көрсе сәлем жасайды. Мені бәрін білетін. Осыны жазу керек. Так, осыны түбі жүрсін қайда саған.
Қалай денсаулықтар? Я сені өкілдім. Бұл орденің тұмыс не? Марат, Абдығапар саған әкепті. Сен апаздал. Далада жүрген уақыт жер саған ақ Еңбек жеңген. Инициатива әркім тамада болу керек. Мынаны неге саламыз? Неге саламыз? Бізге де жұмысты болсын деп. Онда дәустақанға құйып саламыз. Бәрі содан ішеді. Бірінші мына ішеді. Содан. Осы таққан адам ішеді. Абдығапар, сен тақтың ғой бұлаған. Рұқсат берді уже. Я осы аяқ жағына қарай келай, көше жабылып, Инициатива. Абдығапарға тағы бір Маратқа да кезер бересіңдер. Мақұл деді. ол бір жоя қойды, жоқ? 200 грамм бақалға құйып, ананы салып іштіреміз деді. Марат, саған тағы 80 лет табылды деген медаль береді. Подписаны, ішінде подписаны. Сондайында 80 жыл. 80 жыл. Заслуженный. Бұған береді. Көрінген кезде сапар осындай профессорларға, профессордың қатындарына берді болады. Вот сол үшін балалар, қыздар. Я мысль хочу закончить. Мысль закончить. Господа, дайте мне мысль закончить. Келгеніңе рахмет, да. Мысль дайте мне. Бір кешірім сұраймын. Үйде қонақ бар. Жоқ, мен Апырау кетпегенде бұлаларда қыздардан жоқты. Біз совет заманында қыздардан рұқсат сұрайтынбыз. Айналайындар, кешіріңдер. Үйде қонағымыз бар. Мысалы, Абдығапар бізге генерал болса, ол бізге генерал. Комнатқа. Сол сияқты рұқсат сұрап, сөнен кейін не бар ғой? Ана класс жетекші 12-де кетеміз деп звондады. Біреулер қонаққа шақырыпты. Сөйтіп отырып қалды, айтты табылды. 11-де Мен именно Абдығапарды өзі военный адам ғой, жүректері мықты болады деп. Сонша жүрегінің нәзіктігі мен өткен жолы бас қосып қойып, сөйлесіп қойсын, сол кезде бірінші жерде айтқан жаңағы. Ол екінің бірінің қолынан келмейді. Соншалықты Күмбебеге деген таза сезімі, балалық сезімі, шын ниеті титтей не жоқ, сонша нәрсесінің бәрін осындай жасқа дейін жүректе сақтап, ыңғаймен ойымда тұрады деген нәрсені айтқан. Ол деген ол немес, ол Алланың жіберген бір керек ғайып күші. Абдығапарды сезім үшін анаға деген өте жоғары екен. Сонымен қосып айттым. Ешкім бұл айтпайды. Чисто сөйлесіп жылар етеді. Қыздардан енді осындай шын сезімін айтатын сезімін айтатын кенде болды. Можа менен жандарбек екеуі сезімдерін айтатын еді. Абдығапар, сенен шынын айтатын, сен тура сол жақта жүрсің, сондай адам деп ойлаған жоқпын. Бірақ біз қыздарға өте бізге бір керемет болды. Жатқан жерінде жайы болсын, әрине. Өте жақсы қыз тұғын. Алдын еді қақтырды. Екі не болды, кім өттідік, бір оқушымыз өтпей қалды ғой. Одан кейін енді кімдердің балалардың қатырды бұрын қосайын бар. Біздің бірінші классан біз оқығаннан кейін бәрін білеміз ғой. Жаңағы Сасығарық деген еді ғой, сендердің ауылдарың. Сояқтан келеді, қора бала ғой, бір табар. Сонда біз қыздарды ұрысып қаламыз ғой енді, ол кезде тез ұрысып қаламыз. Шындық айтты. Содан кейін біз қыздарды тұрып алып айтатынбыз, Сасығарықтың сасып келдіңдер, өздеріне деп Сасығарықтың жереген ғой, комсомол өскенде. Шіркен балалықтың қандай нәрсе. Енді Аллаға шүкір осындай нәрсе. Мен просто Абдығапар үшін тұрғым келді. Абдығапар сонша сезімінің, Күмбебеге деген сезімінің, жалпы ер адамның сондай таза, нәзік сезімі болатын бірінші. Бала махаббат дейді, бала махаббат. Болды ма? Молодец, жоқ.
Айтқандарына Қыздар біреу шын сезімді Рабиға. Мен қыздармен бірге екеуміз көрші тұрдық. Абдығапар провожать ететін. Да, помню. Енді взаимный не болған жоқ. Жоқ, біз неде тұрдық қой центрда. Мені құшақтап сүйемін дегенді бәрі қалатын. Рабиға, жақсы айттың ғой, бірақ алып қояйық деп айтпадың ғой. дополнительно қосқан арнасына қосып отырған. Сен тағы сөйледіңіз бе? Онда мұғалімдерге 15-ақ мен регламент беру керек. Бұлар жарты сағат, 1 сағат сөйлей береді, сонымен қайдан тоқтап кету керек. Жоқ, неге келсін? Алыстан жауап Қыздар сөйлесін. Қоныс мектептен шыққанда шетелмен жұмыс оның әңгімесі. Давайте я тоже дополню. Она дополнила меня, я ее дополню. Рабига с таким чувством, как опытный педагог, тонкости замечания. Мое мнение, да, правильно мы говорим, правильно вспоминаем. Общая задача у нас полностью материал оставить в школе. Представляете? Первоклассник не поймет, пятиклассник он начнет вникать, 8-классник будет искать пути себе. Я лично со школы вышел, когда последний звонок был, там все мероприятия проведены, на улицу вышел, я не знал, что делать. Куда, кто я такой, кто меня примет, какая работа, какая будущее. Поэтому вот этот канван музей открыли, и ради музея я прямо обрадовался. А до этого у них уголок был афганцев. А потом один директор, второй что-то уничтожили. Бюджета нету, поэтому промолчали. А мне брат в то время сказал, вот телевизор новый, упаковки, отвези. Там учился ты, Руслан учился, Афганистан, то. Рахмет, давайте. Будем след оставлять по возможности, да. Оның үсті тағы да көп рахмет айтатынымыз, прямо қысылған жерден дереу жол тауып кетті алдыға. Кеше подарымда болды ғой падар. Бауыржан Момышұлының кабинеті бар екен. Соған біз портрет аламыз деген. Оған альбом жасаймыз, соны береміз. Нәрсе шыққаннан кейін табан астында отырғанда, жаман болып отырдық кеше. Соның бір уақытта кімнің артында баламен сол өзі бірақ қойдым кетіп баратқандарына. Портрет алып артынан бала келіп қойып, балама. Баламдар жерге новый прибор әкелді. Uyanma. Қалады бұл жер. Ғана кімді отырады болды ғой, да? Осында отырады болды. Кеміш бейдей. Осында ғой, да? Жамал, я жду. Ey canım Gülay'la. Jamal, otur. Burası gitmiyor. Ya үйдің сатуда жүр, Allah'a bak. Құрметті классастар, төрт көзіміз түгел міне. Бүгінгі осы жиналамыз егенде, қыз жеттен бәрі қазір осында отырмыз. Енді мынау фотографтардың предложениесі бар, фотограф жеттердің. Қазір Есалда шығып, осы байым шырынды, осы жағы грек шырынды, сөз сыртынан
бір түсіріп алдық. Орта жолда бір түсіріп алдық. Оның осына келген мына бір түсіріп алсақ, қалғанын жаңағы фотографтар өздері ұржайды. Мына енді симфонический тура альбомның бірінші бетінде тұратын сөздер. Альбомның бірінші бетінде. Сондықтан сразу шыға береміз. Жоқ, отырыңыздар, біз еркектер артыңызға бір түсіп алайық, одан далаға шығып. Дұрыс. Қайда отырсыздар? Қыздар отыра берді. Қайда отырсыздар? Қыздар отыра берді. Генерал, иди сюда. Генерал, иди сюда. Қыздардан кішкене ақшамдарыңдар ма? Жақсы. Әдемі ақшамдар. Ой, сен раз, два, три деп айтшы. Көзімізді ашып тұрайық. Білеміз, 1, 2, 3, еще. Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досыңнан. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Қос бұтағы секілденіп ағаштың, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Өмір өзі арқамызға жүк салды, бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құс қақсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсадық. Жан досым, үстем болсын мерейім,
люблю до сих пор, честно говоря. Мне мечта была сильно жақында. Қаладағы кішкене ал. Жаман басы бос әлі. Жаман басы бос демеді. Басы бос демеді. Ал, бір әдемі отырыс болып жатыр. Біз Марат үшін алдық, Жемсай үшін алдық. Давай біз Жамал үшін бір алып қояшы. Давай енді көкемен Жамал үшін көрші алып берді. Жамаға қашық болмаған жерде ғана Ал, Жамал, любовь моя, давай. Ой, я наверное, не только выпил. Онда сенде арман болған жоқ па? Давай, за тебя. Әне кел. Әне. Айтма, аттар. Мен өзім Мараттың артында қалып отыратын. Екінші вариант бос тұр. Ал келесіңіз. Мен какой-то қайтадан бірінші классқа барғандай болып отырмын. Сендерді көргеніме өте ризамын. Вырвалась-ка. Көбісін тамақ қалатын ем, заданы вообще кім менен путать етін, задай, извини, пожалуйста. Я вас очень люблю, ценю за ваши біршіліктерің үшін, бізді ұмытпаған үшін. Мынау 55 жыл өтті дейді, көзді ашып жұмғанша уақытта өтіп кетеді екен. Ертеңгі күн әр минутымен, әр сағатымен саналады екен жас келгеннен кейін. Сондықтан бәріміз заман есен болайық. Сіздерді көргеніме, сендерді көргеніме мен ырзамын. Әрқайсың бір асқар таусыңдар. Бір школда, бір класста оққаннан кейін. Бауырымсыңдар бәрін. Қанша не алсақ та. Біздің бірлігіміз ары қарай жалғаса берсін. Мынау балалар өсіп, немерелер, шөберелер өсіп келе жатыр, соның қызығында бәріміз бас қосайық өстіп. Ешқайсымыз бір-бірімізді ұмытпайық. Барлық жасылықта осындай дастарханда кездесейік. Мен ырзамын сіздерге. Мен басында Маратқа ырзамын. Без конца звонить етіп, неғып өзі келіп көріп кетті жағдайда. Ой, қалай күткендер. Мен ырзамын. Тамақ ішіп кешірім сұраймын. Тамақ ішпей мен күткендеріне, сыйлағандарыңа. Ой, рахмет. Біздің балаларға не жетеді? Біздің балалар асқақтап. За ними мы сам заведем. Жемсай. Да, спасибо. Рахмет за нашими ребятами, за их спиной мы солнце видим. Әрқайсысы қандай не болса да, әйтеуір бір жақсылығын, бір демеуін көрсетіп қояды. Ешқандай жоқ демейді. Жанымызда бауыр ретінде тіреп тұрады. Ал қыздар біз еркелей берейік осы балаларымызға. Қанша не болса да, аман есен жанымызда, алыста болсын, жанымызда болсын, күліп ойнап, жанымызда күліп ойнап. Немере шөберелердің қызығын көріңіздер бәріміз. Жақсылықта кездесейік. Мен әлі жүрегім әлі аузыма сыймай. Шын емес па деп не атымызда. Мен сені көргенімді ырзамын. Танымадым. Так изменилась. Бай болады екенсің. Бай болады екенсің. Я балаларым бай болсын. Демеу болсын. Солардың қызығына тоймай бәрін жүре беріңдер. Көп сөйлеп кеттім ала? Қазақша жақсы сөйледім ба? Рахмет. Сегодня можно жақсы. Жамал, да?
Давайте за вас, девочки, мальчики, давайте. Холостой был тогда. Всю жизнь холостой. Ну это история. Спасибо, и сейчас я холостой. Қызық оқиға болды. Содан қасында Құдай рахметлік Мейірхан бар еді. Үшеуміз ресторанда отырмыз. Бір әдемі қыздар Әбдіғапарды жақсы көріп отырмын. Формада әдемі орыс қыздар жақсы көріп отырмын. Әбдіғапардың бір-екі мәрте биледі. Сөйтсе олардың жігіттері бар екен. О қыздар бізден алып кетіп бара жатса жігіттері қоршап алды. Одан кейін маған салып жібердім таксиге. сөйтіп олармен төбелестім ғой. Көрдім қалды. Одан кейін ертесінде разборкаға шақырып тағы пұтшын шығарып. Сонда бір тарихи оқиға болған. Баяғыда еске қыржық бұрынға. Таксиға Мейірханмен қыздарды салып жібердім. Сөйтіп корейстермен орыстармен төбелестім. Сам погибает, товарищи выручают. Жақсы көрген қызым бірақ салып жібердім. Сабар молодец. Я удивляюсь, Сабар, в какой среде работал, да? Там же за локоть тянули, голову затягивали и так далее. Кругом деньги, кругом товары, как ты устоял. Я иногда среди артистов говорю, вот вы артист, столько лет занимаетесь. Конечно, вас надо представлять как человек устойчивый, пережил все. А когда, вот тогда оба военкомом был, вот тогда говорили, взятки не брал, устоял. Почему? Потому что куда ни сунься, за локоть тянут. А как ты вот выжил так по наркомам запарывал, я не представляю. Но результат есть. 4 жены, 27 детей и так далее. Настоящий казах мужчина. Ура, товарищи! Здесь с одной женой проблемы нет. Қатындарыма, келіндеріме жерді немере тұзап жеріп жатыр, алтынды да маған іштеге жоқ. Еще выглядит нормально, да? Сабар, секретер бар екен, секрет. Бар екен ғой деймін. Сабар, шынында қанша елің бар? Шынында қанша елің бар? Әйелім? Не керегі бар? Шәрәптің уже төрті уақыт қой, сол бар. Ол официальный или не официальный? Официальный. Он меня пригласил на юбилей. И поговорил жен, детей, как приятно. Тогда я первый раз убедился, что он мужчина. Казах, мусульманин, да. И он спокойно выступил, все доброжелательные, дети бегают. Надо уметь это делать. Вот школа этого нам не дала. Анно енді күнден келіп отырып едім, балдар кішкене не қылып тұрсын, мен кішкене көмектесіп берейін, енді өмір дегеннің өзі сағым дейді ғой, сағымға адамның бала шығып береді ғой. Вообще Алла тағаланың сағым алдымызда сағым болып тұрады. Ал сол өмірді бізге берген үшін, осылай өмір сүріп осылай отырғаным үшін, ол үлкен бақ. Бағымыз. Әйтпесе енден бәрі отырады, бақ деген осы болады. Одан кейін бақ баламыздың амандығы, өсіп өріп отырмыз, еңбек болсын, шөберек болып отырмыз, олардың тойын өткіземіз. Соның бәрі біздің басымызға келген бақ. Бақтың үлкені кіші болмайды. Ақтамақ келді ма? Бұғыналарды сен жібейіп мұндай енді осы нені ұйымдастыруға себепші болған, әсіресе мен енді бір де бір кісіні айтпай кетпеймін болмайды ешқандай. Қаршыға Оразбекті айттым, айтпай кеттім. Қыздарға өте жақын болған, қыздарға жақын еді. Қыздардың жағдайын жасап өтпей жүреміз. Қыздардың бәрін басын қосып жүрген осы Оразбек. Ал сондаған мүмкіндік беріп жүрген Қаршыға. Сол себептен Оразбек пен Қаршыға екеуі сөйлесіп Қалибай дейді ғой.
Айтқаннан кейін автор айтқаннан кейін айту керек, алыңдар. Қиған жоқ, жаңа тосып беріп отыр ғой. Райбек дұрыс. Орысбек осы тұрамызда үлкені. Сондықтан да үлкен дәмді ас. Райбек дұрыс деді. Ғабиға рахмет айналайын. Қандай сенің мынау біздің кездескенді, оны енді өздері біледі. Абдығапар менің сөзіме қарап отыр. Сол сияқты мен айтайын дегенім айналайындар. Бақытты болыңдар. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Құдайдың берген балаларын, немерелерін, шөберелерін қызығын көріп, ортамызда шауып жүре бер. Зады айналайын. Сен немен пассивно отырасың? Көзі болсындар, сарақсам. Немен сен ойланып olsun? Үйренге тағылмады. Yok, Үйренге тағылмады. Yok, ben biliyorum. Спокойно отырады. Yok, bunun papasını görgem ben. Mamasını da görgem. Bu patrolda тұрған. Dұрыс па? Қазақта мақал бар. Әкем өлсін, әкемді көрмелі өлмесін дейді. Шешем өлсін, шешемді көрмелі. Бұның мамасында, папасында көргем. Иә, патролда тұрды ғой. Бұның әкесі өте не болған? Бұның ауылын айтатын, нәменің ауыл дейді. Рас па? Сол сияқты не жоғары көтерді. Немен көшін оқыды? Жоғына көтерсіз көшін оқыды. Сол сияқты, Нұрғалия не болып бақтанды қазір өр болсын? Екеуін жұрты сықырласың ба? Нұрғалға жақындай берме. Әкбесі ғой, әкбесі. Не оқырды? Ne oldu? Bir dojo alıyorsunuz. Ne bileyim oldu? Çok da oldu diye. Mektepte okudum. Kim niye geldi? Bugün bu da kaç olamadı bakalım. Sosyal aynalarında. Mınау bәрінен де кешегі өткеніміз өте керемет. Қуаныштымыз. Бәрінен де Абдығапарға рахмет. Абдығапарға рахмет айналайын. Сөйлегеніңе. Рахметің қайдан? Африкада. Енді бетіңнен сөйтейсің ба? Ұшақтап сүйші. Айналайын Абдығапар, молодец. Формасын киіп кел деп киіп кел. Соның өзі қандай ғанибет. Жоқ, өте прямо. Өте жақсы болды. Ғанибет. Бірақ командирский голоспен сөйлемеген дұрыс болды. Командирский голоспен смирно деп айқайлау керек. Формада сен қатысамсың. Қазір чүлия деп Саған масам болды. Сендер сөз бөле бересіңдер, сөз бөлесіңдер. Давай Орынбек. Сол сияқты айналайын. Абдығапар рахмет. Жамал, сен кешір, жоқ кешір. Әр семьяда проблема көп. 4 жылғы сай ешкім жоқ. Дұрыс па? Әлия, саған рахмет. Инициатива беріп. Мынау неге барам деп. Аққу жамаға барам деген. Мінекей, соның өзі бір қанды. Ең бірінші барғы сөйтқанға рахмет еді. Күйеуі енді мына кісі ғой. Кәдімгі әкеміз де ғой. Рұқсатын беріп, бар да бар деп. Ой, не ондай деп өтті. Ақсу жабағыны көрген де бар, көрмеген де бар. Дұрыс па? Сол сияқты өмірде тоғы көру керек. Қазақта мақал бар, көп жасағанын сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Сапардан не алу керек? Тәртіп тәлімәр. Гүлнар сен қалай ертең? Болдың ба, алып қойық деп Мен қыздарды айтып отыр да. Барат өзі Ал енді саған рахмет айналайын. Келіп отырғаның өзі. Саған да рахмет айналайын. Сәке менің құдағиым саған. Қызына құда түсіп барғанда марқұм жолдасы Бекен сүйген кімет аман қайнағасы. Мені көріп ойпырай, бір адам келетін шығар, танайын деп мені құшақтады. Оларын құшақтамай. Сарашықпен сақылап. Сонан кейін не керек? Отырып, енді Сараның қызы маған келін ғой. Сонан кейін тағына екінші келін бар ма? Беркеден. Онымен бірге істеген. Сонымен айттым, оларға сәлем жасамаңдар. Ұят қой дедім.
Hakkım orada barında senin cesama işleyelim derge değil. Aklımda fikir mi sosyalde barında rahmet. Burada karşıma da söyleyeyim. Al buyursun tane Sonra İslam'ı halim olan kaynağım nasıl oldu, kanıt üzerinde. Ama keşke al koydu vaydası koydu. Koy koy. Ayağımda ne yaptın koy. Çıkırızdan işlerimiz geçsin beri. Oturgan annelerimiz. Mektepteki mahabatlar istedim zaten. Halklarınızga tekten sağlık dileyim. Otbaslarınız aman olsun. Ösürüp oturgan balalardan kızığın görünüzler. Solarının kıvançlarını görünüzler. Biz de solarga ortaklaşıp siz bizde sırasıp aman eşin jürü vereyim. Dastakhan tek жақсылыққа жайылсын, отбасы аман болсын, көрген істеп қуанышпен жақсылық болсын. Ең жаман күндеріміз осындай болсын. Сіз біздің арта берсін. Барлықтарыңыз Kolumun soğuksu. Вот без меня вид, разве можно? Разве можно пить водку без меня? Нельзя. Сейчас на водку пришел. Нормально? Ayrılmaz. Yok. Sonra restoranında el büyüklüğünde Tam bir история esime çıkıp kettiler. Mekteptemizde. Geçmişe saçıyorduk. Geçirdim. Ben Tayvan'da bulalım. Bizde. Ya dur sen. Rekmat Aliye'nin indi buldu. İşte Çıkası. başka bir iş başlamışsında. Bırak bu saçlarından fazla bir şey bu. Vaktan üyünüzde bir ekmek var mı? Vaktanın indi boğucuk mu? Beşir boğucuk. Esimde yok. O yerde bir videomun araç geçiyor. Esimde yok. Sonra yeşillerin ben de araştırmışım. Kanıtlamış. Sonra yeşillerin ben de araştırmışım. İşmiş bir. Nuklan edilmişim. Boş iş bir mi? Sonra yeşilde geri geldi. Carırsın, çiriz, gorur, şiriz. Dalağasın, ölürdü bu. Avram. Kızlar karşısında baktanın şeyimiz var. Kandan çıkıp duruyordu ya. Sonra Cuma'nın indi var, Nurman'ın indi var. Yeni indi, bala şarkı belki Muğan cesatta. Nurman'ın indi, Cuma'nın indi pastaya. Jandarma oldu. Cuma'nın indi pastaya. Bir Nurman'ın indi. Orada indi oldu. Bir indi bırakmadı buldu. İyi Aliye'nin indi cesatta. Adamlar ruhsat vergen iyi göçeseniz mi? Ruhsat vergen göçeseniz mi? Kurumu öldürüşünden bu peşimizden. Sonra kızı vaxtlar bulgan koy. Жақсы. Öte жақсы. Сол сөзіңе рас келіп үшін мен біреуге тос берейін. Иә, мәселеге өзімен Если с детства, даже балалшам, с детства, виношки не с детства.
Мен Нұрлан басар. Нұрлан бауырымда сен немені біле? Алғашқы біріншісі мен едім. Темекен сен бірінші сен бірінші. Темекі шеккен жоқ айын. Мен ғой демеуші еді, мен. Әрі шекін келе жатыр. Мына күннен қазір Алматының несі, Дархан болған, Дархан сатылған ба? Кеше неден жылы, сапардан айнымайды. Бұл менің інім. Семенші болғанда шаншылы, жақын арғын Балапшағымыз есімізге түсіп Дархан Шаталды шаншылы болды? енді талай Інім ғой мен. өткіздік қой барлығымызда. Дұрыс. Қазір міне отбасылы болып, балалы шағалы болып бәріміз не дейін енді, барлықтарыңызға отбасыларыңызға амандық тілеймін. Амин. Денлеріңізге саулық тілеймін. Осындай қуаныш күндеріңіз көп болсын. Бәріміз бақытты болайық. Бала шағамыздың қызығын көрейік, айтса да солай. Немелері, шөберелері болайық, заманымыз тыныш болсын. Тек қана осындай жақсылықтар тойда кездесе берейік. Мәкеңе өте күшті рахмет жарым. Осындай ұйымдастырып, осындай кісілердің басын қосып бәріміздің менің үйдегі хозяиным әбден мақтап жатыр Мәкеңді. Алып келді, жақсы азамат екен бұндай азамат. Онда әжем тағы жиналатын болды ғой. Сіздердің бәрі Әлі алып қойшы деп алып қойдаршы деп айтшы. менің үйдегі жолдасым сәлем айтты. Қазір 80-ге деп қалды, енді не қылмайды, бірақ барлықтарына сәлем айтты. Жақсылап отырып, тойлап қайтыңыздар. Амин, амин. Тек қана жақсылық болсын. Сау болсын, аман болайық жаным. Сіздерге көп рахмет. Сен Әлия жіберіп отырғанға рахмет оған. Әлия, мен бар қоя кішкене кеңкерес екен ғой. Мен анау бойым мұнанша биік Жамалды Әлияны жақсы көрсем болады деген. Әлі кешірмесін. Қол жетпейтін адамға ғашық болып жақсы көріп сөйтіп қасымдағы Әлия бойым менің бойымдай. Таза ақымақ мен екенмін дейді. Бірақ бар ғой бірақ мен дұрыс істедім. Біз екеуміз махаббат болып үйленетін болсақ, Жандарбекке мен тағы үсті 2-3 қатын алады. Болмайды екен, болмайды. Жақсы осы үйше қалғанымыз жақсы екен. Біреуіміз тоқтамайтын едіңіз бе? Біреуіміз тоқтамайтын едіңіз. Алты соғып кешілер жүзінде барады. Алты соғып жүзінде барады қой. Әлия сен әдемісің. Әлия. Бірақ мен ақпағын жақсы көріп. Бойым дүниенің дейді, ағын да қарасын да үміт етпестен қабылдап аласың да, қарасымен шамаң жоқ таласойға, ей өмірім. Қасына бірден алып, құлағы естіліп тұршы. Аз жас емес және. Үшінші жас бәріміз. Жәбек қайтпас мен құлағым жөргесі мен. Кейін айтамыз өңге. Енді шамалы қос емес, енді осы нәрсенің бәрін айтып жатырмыз ғой, Оразбектің былтыр басшы қыздардың хатты ұйымдастырғанын, Әбдіғапардың кешегі сыннан бір керемет қылып алып шыққанын, ал Марат білен Жемсайдың бізге мынау Жемсайдың жасағанына дастарханы, осы дастарханға Жемсай жүрді, Марат мейлі сен жақсы жасырма мен біліп отырмын, бәр нәрсені біліп. Алғыда сөйлескенде қалай екенінде. Бәріқтарыңа көп рахмет. Енді менде мынандай бір идея тұрды. Біз енді Жамалды қасында бір сөйлесін деді. Мен осы уақытқа дейін орындалмай қалған арманым деді. Осы уақытқа дейін жұмыс істеппіз, баланы өсіреміз деппіз, анау жетпейтін аға болдыңыз. Енді алдымыздан конкурсы ғой, башқасы
Абылайхан. Абылайхан. Әке, өзінің әдемі болып аппақ болмыш. Осындай жігітті келінбер жарқыратып жүрген Женса мектепті отлично бітірді. Өзі мектепте активист екен, бәрі сенің бүткін информацияң білем. Сондай жауапкершілік жүр, келінді біздің Маратты қалай ана тапқанда. Айызбай, Маратқа қатын болма, баяқта Sen Marat'ın katındasın. Кімдер өзінің ойлап түсінің бермесін, маңыз кеметін жөнде бетін сүймейін отырады. Сүйме. Cevapsız olduğunda çevirse. Kördük. Ben. Dur. Şimdi de düşürsen de kim. Mağan qarayımız. Ayağını kolunu salla. Marat. Mağan ruhsat verip koyar. Arca, Marat yaktı, Marat yaktı siz. Çok bir. Üstünde yaksın. Mağan qarayımız. Kulemiz 1, 2, 3, 3. Oldu. Betimizin yaşını görmüyor ya. Valla bu oturup tamam yapasın. Anacıkta bir sola gibi tamam şey. Hakem, bir söz bakayım. Yüksek. Anacıkta bir sola gibi. Herkes sana vereyim abi. Sola gibi. Hanım. Qarayımız. Apar молодец. Kulemiz 1, 2, 3, 2. Adema. Mağan. Tağım var? Abdülazam pойдем покурим. Тут без нас. Кто хочет пятым? Пятым кто хочет? Барғанда біз кіріп бардық, кіріп барғанда Әлияның қуанышы қойына сыймады. Менің төркінім келді деп, Сейітхан екеуі қалай күтті? Мен соны айтайын деп отырмын. Маған да сонда ешкім айтқан жоқ, менің төркінім келді деп. Айналайын, әлі менің құлағымда есімде ол. Сейітхан да қалай күтті? Екеуі де қалай күтті? Мен төркіндерім келді, бауырларым келді дедім ғой. Соның барлығын қазір айтпағанда кімге айтамыз? Соған Әлияға рахмет айналайын. Түсіндің ба? Сол сияқты төркіндерім, бауырларым келді деген сөзді әр жүрегімде қалды. Bir gün daha orada gidiyordu жалғыз өзім. Мен істеймін ата. Мен әпкемді практикаға қойып берші, әпкесін практикаға қойып пенсияға шықты. Пенсияға шықты ғой? Orası yedim ben tökünü. Senin şişinde solüsyonun dursun, hakimler etmanda cüzeydi şişini söyledim. Yeni yerim net de unutmam. Şımırdan bazı telefonda olmadı tarafta. Hangimin жақсайда көрөз, бәрін тұтабыз. Бәріміздің көргеніміз. Бәріміздің білген осы. Енді атамыз маған. Ағамыз тәжіктер. Нұрлан. Негізінде бұл бүгінгі отырыстың өзі, конечно, үлкен еңбек, оның бәрі бірліктің арқасында. Осы қыздар сендердің арқаларымен шын айту керек қой. Ана орыс білет, мен оның Райдаға әшейін үшеумізді жүріп жүргеніміз болмаса, жалпы осы сендердің қолдауларың,
бәріміз осындай отырыста дастарханда сағынбыз. Әрине жаңағы келмей жатқан біраз қырсықтар бар еді, оны өздеріңіздер біле жатар. Бірақ осы жерде отырған бүгінгі отырғандар ең жақын, бір-бірін жақын тартатын ең алтын адамдар, шын айтайын, алтын адамдар. Барлықтарының үйінде тек қана той болсын, тек қана жақсылық болсын, осындай қоштарда ылғи да бір-бірімізде осындай бас қосуға тырысайық. Бұдан кейін неше болады ма? Bir-birimizden қуанышымызда жоқ, қуанышатын шақырайық. Қуанышымызда араласу болады, бір қалада тұрып жатырмыз. Қуаныштар бәрі үйде қуаныш болсын. Ұмытпайық сол кезде. Мен бір сөз айтып кетейін. Рабиға неменің шөберегі болды. Сөйлеген жинайын деді. Сөйтіп маған айтты, Оразбек кешірші деді, өңкей әйелдер жинады сені шақырғанға ұят болады деді. Міне соның өзі бір ғанибет. Рас па? Бір ғанибет. Ұялдым деді. Бесікке салтанаған салды, сені шақырған ұят шығар деді. Мінекей, адамның жақсылығын айту керек. Құдай қаласа, сол кездерінен де нешен отырмын. Ал бірақ сойлақсын әлияны шақырдым, себебі әлемізде қанымыз. Мінекей, Рабиғаның айтқан сөзі мені қатты ойландырды. Молодец. Сен шақырайын бірге болыңдар деп еді. Бесікке кіргізген, бесікке салды. Сен келесің бәрі себебін кішкене сөйлесіп жатырған оған естісе ұят қой, ұят қой. Ал енді Құда қаласа сол кездерінде Құда қаласа, ниетіңе жетті. Жақсы айтатын өлеңді. Енді өлең, жаңағы Әлимаштың жоқтығын біліп отыр. Әлимаш өлеңді жақсы айтып Мен бір өлең айтып беремін. Қайнаған өлеңі. Туған жерді сағындым, әнмен күйі шалқыған, думан елді сағындым. Думан елді сағындым, жұлдыздары самғаған, түнгі аспанды сағындым, сәл көрмесе аңсаған, құрдастарды сағындым. Құрдастарды сағындым, жазиралы гүл бақты, даламды кең сағындым, аялы да ардақты, анамды мен сағындым. Анамды мен сағындым, талшыбақтай бұралған, сұлуларды сағындым, бәрінен де өзімді сағынғанды сағындым. Сағынғанды сағындым, сағынғанды сағындым. Кітабын аламда оқып жатамдар, сол өлеңді айтамыз. Қосылсам бір сендерді. Тағана бір өлең жазып. Иә, енді жүк болсындар ма? Қайран күн дерс, қайран күн. Жоқ, оңыз. Астырмады.
Алатаудың басындағы қар мекен, қар болса егер ол да кетер аршылар. Көңілімнің айдынынан қонатын менің дағы бірақ құлым бар шығар. Көңілімнің айдынына қонатын менің дағы бірақ құлым бар шығар. Алатаудың етегінде тал шығар, сол талдарға пана болар бар шынар. Көңілімнің айдынынан ұшатын менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілімнің айдынынан ұшатын менің дағы бір аққуым бар шығар. Бақта давай сенен Жеп басында бар. Кім сөйлеп жатыр? Тарелка бар ма? Мына жерге отырсаң жаңа фотограф баласына кімге болса, кімге жақсылық істесек, сол алдынан шықсын дейді ғой. Екі есе болып, үш есе болып қайтсын. Басымызды қосудың өзі де қазір оңай емес. Біреуміз ойда, біреуміз қырда дегендей, бірімізді табаламыз ба, табамаймыз ба. Талай адамдардың енді о жақтықтай есігін пока жаба тұрсын. О жақтың есігінің керегі жоқ бізге. Мына өсіріп атқан немерелердің, шөберелердің қызығын көрейік, соған сондай жақсылықтарда бас қосайық. Құда қаласа, енді басталып жатырмыз ғой, әйтпесе біз әйел баласы болғаннан кейін, барған жерменен қол ұстасқаннан кейін сол жерге сіңіп кетесің де, ол жақтан шыға алмай қалады екенсің. Құдайға шүкір, шалым кетті, енді боспын енді, шығамын. Шалым олар қайтып отырсың ба, көп шалдарыңды? Ой, молодец, ойын айтып боспын деп қой. Өзім ошақтыға келін болдым. Кейін қалада өстік. Алдымда аға болып, әпке болып, тұрмыс құрып, қандай жағдай болатын, не болатын білген жоқпын. Әке шешемнің алдында жүре білген ғой, еркелеп қалай болса солай. Сонымен екінші курсты бітіргенде баратын жерге бардық. Ошақтың табалдырығын аттап, келін болып түстік. Киіз үйде бардым. Ондай киіз үйде мен вообще көрген емеспін. Оға дейін ай далада екі киіз үйде. Сол жерге барып келін болып түстім. Сонан кейін барып енді бірақ өмірім жақсы. Шалымменен 50 жыл өмір сүрдік. 5 балалы болдық, 2-3 қызымыз бар. Жаман емес. Үлкен ұлдың атын атай алмаймын. Ол кісінің жолы үлкен қайнағамның жолында. Ал онан кейінгі 3 қыз, онан кейін қара балам бар, жаңа мені ары-бері тасып жүрген. Құдайға шүкір, шөберем бар. Немерені өзім 5 айында алып тәрбиелегем, негізі туғаннан алып өзім қолымда болған. Соны тәрбиелеп, шөберемді үйлендіріп, Алматыда военный школда қазір сабақ беріп, сол жақта қызмет жасап жатыр. 3 шөберем бар. Сол жақта солардың үйіндемін, негізі нянкамның қазір. Келіндер жұмыста. Сол жақтан келе алмаймын. Гүлнар маған ұрсып қойып, олар тастап бері келмейсің бе? Нең бір ол бақпа, қарама бері кел дейді. Оған тастап кетейін десем, келіндер жұмыста, балада жұмыста. Ана үйге кіргізіп алам, шығарып салам, ана мектепке барады, не садиға бар. Сол жақтан. Бұл жол енді айттым, енді оқу жылы аяқталды. Мен енді положен мұғалімдер сияқты 3 айлық отпускаға шығуым керек деп сөйтіп кетіп қалдым. Бірақ сонда да кешке жақын үйге барғанда ойлап отырамын, анаусы шкаптың төбесіне шығып кетті, мынаусы болды ма деген ойда. Құдай солардың қызығына жеткізсін. Бәріміз тек қана осындай жақсылықта, бір-біріміздің қуанышымызда,
бас қосып жүрейік. Енді қалғанын қанша өмір сүретінімізді бір Құдай біледі. Тек қана өстіп хабарласып жүрген жақсы ғой, негізі. Шал кеткеннен кейін ошақты жаққа онша жоламайды. Себебі ауылда ене де кетіп қалды, қайнаға да кетіп қалды, жастар. Олар тек қана шақырса болған. Олар көп білейді. Бейше әулеттің үлкенсіз, неге сіз келмейсіз? Мен келмеймін. Сендер ат жылқы соясыңдар ма? Бір саным менікі. Қой соясыңдар ма? Жақ деті менікі. Әдемнің сыбағасы деп сендер жіберіп тұруға тұрсыңдар. Потому что барлықтарың тәтемнің арқасында жұмысқа тұрдыңдар, қызмет істедіңдер, барлығын көзіңді ашқан тәтем. Сондықтан сендер қалай да болса мен агрессивге кетуім керек. Мен тәтегім кезінде мен қалай тоқ жүрдім, көңілді жүрдім, мен солай жүруім керек. Маған ондай керек жоқ. Деп сөйтіп айтып едім, сонан жаман емеспін, соғымда кеп тұр. Айту керек, айтпасам болмайды ғой. Жаман емеспін, Құдайға шүкір. Солайша өмір. Бұл жерде қара балам бар, келжесі. Екі-үш қызы, үш ұл бар. Соның келіп қарауым керек енді. Олар мектепке барады, не қыласың? Бірақ үлкенді 5-ші класс оқиды. Шөбере ыстықта болады екен. Олар кішкентай ғой енді. Сондықтан бәріміз сондайға жете берейік. Нянга болғанға жарай берейік. Хороший мальчик, біздің мальчик сөйтіп жаңағы қуанып жатыр, сөйтсем жаңағы абысындарым айтады, онда Сараны немнеге басқа жаққа отырғызды, онда сол класстасының қасына отырғызу керек еді. Мен айтым, қой енді мен ардагерлердің ортасына бармай, өзімнің орнымды біліп, өзімнің абысындарым қасында отырайын, жол менен той біздікі ғой. Біз бұл жерде қызмет жасаймыз, бұл жерде жүреміз деп сөйтіп мақтанып жатырмыз. Әрқайсысыңды, қайсысынан айтсам да, Абдрашта біздің заводта жұмыс істеп кеткен главный энергетик болып, Оразбектен мысалы, хром заводтың начальник цехы болып істеген. Енді қайсысыңды айтсам да, бәрін мақтауға тұрарлықпай жігітсіңдер. Енді барлықтарың аман болыңдар. Үйшілерің аман болсын, бала шағаларының қызығын көре беріңдер. Енді балаларымыздың бәрін үйлендірдік қой. Енді немерелерімізді шетен үйлендіріп жатырмыз. Сол енді немерелердің тойында, қызығында бір-біріміз осы қалада тұратындар бір-бірімізді қалдырмай араласып тұрайық. Жаңағы қыздар айтып жатыр, қанша өміріміз қалды деп. Енді қазір енді жас кезінде жас болды, ол уақытта мысалы біреулердің жағдайлары болды араласуға, біреулердің жағдайлары болмады. Әркімде әртүрлі өмір болды ғой. Енді қазір енді өзімізге өзіміз келді. Пенсиямыз бар. Ешкімден рұқсат сұрамаймыз. Қалай қаяққа барамыз десек те, әйтеуір жүріп кете береміз, балаларға айтамыз, мен мына апарып таста деп. Әйтеуір балалар шағаларымыз әйтеуір қаяққа барасың, мама, алып кетейін бәр, апарып тастайын бәр, айналайын қазір. Әуре болмай қойыңдар, такси деген толып жатыр ғой. Үйге келіп, алып кетеді, үйге әкеп тастайсың, сонда да қоймай әйтеуір балалар әкеп тастайды, Аллаға шүкір. Солайды балалардың бәрі менің жарқын айтпақшыдай, басын айтпақшы балалардың бәрі өсірдік. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырдық. Енді немерелерімізді, шөберелерімізді өсіріп жатырмыз. Енді бар білген немізді, ақылымызды немерелерімізге беріп, жаңа мынаны істемеймін, мынаны істесең ұят болады, мынау жаман болады. Соларға бәрі айтып, білетінімізді айтып жатырмыз енді. Солар тәрбиелеу, солар енді жаман болмасын деп, біз енді ойымызда солар жақсы азамат болсын, жақсы жігіт болып өссін, бәрі бір үйдің, болашақта бір үйдің отанасы, отағасы ғой, сол жақсы өмір сүрсін деп әйтеуір білгеніміздің бәрін айтып тәрбиелеп отырмыз. Вот сендер де сөйтіп енді, мен енді осы жерде шөбере көрген қыздар да бар ғой, менде шөбере, екі шөбере бар. Енді шөбере көрмегендерді шөбере көріңдер. Осы биыл неде Наурыз мейрамында сол екінші шөберем 1 жасқа толып, барып тұсауын кесіп келдік Алматыға. Тойға барып келіп бәрін сөйтіп ол алақанына жаңа май жалап жатырмыз қайта-қайта. Жаңа немерелеріміздің алақанына су ішіп жатырмыз. Кеше немеремді алып барып жаңа сөйтіп напиток мұздай әкел.
Сөйтсем, апа ішпеш, тамағың ауырып қалады, жылтып берейін саған. Шайдың құйған немерем сөйтіп жатыр. Сөйтіп сол балаларымыздың, немерелеріміздің несіне бөлен жүре берейік. Біз әйтеуір солар әйтеуір қорғап жүрмін. Солардың қорғанышында бола берді. Қазір баяғыда енді шамамыз да жоқ, баяғыда неміз де жоқ. Сол әйтеуір немерелердің бетіне қарап қалдық қой. Сол мыналар не айтады екен, не істейді екен деп Аллаға шүкір әйтеуір бәрі әйтеуір ауларымызда жүгіріп жүріп, апа шай ішті, апа демалдың да, апа шаршаған жоқсың ба деп отыр. Барлықтарыңызға сондай жақсылық тілеймін. Сол балалардың қызығына аман есен жүре берейік бәріміз. Мына енді жақсылықта бас қосып тұрайық. Бұл енді біздің бірінші, екінші бас қосуымыз болмасын. Енді өмір бақи осы жерде қалада тұратындар бас қосып тұрайық. Аллах болыңдар. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Сол ішінен алып қойыңдар. Шөбере көрмегендер шөбере көрсін, алып қойыңдар. Ал келесі сөзді Задаға береміз. Жұмла қош жолы ек қызым сөзді алыңдар. Алып қойыңдар. Алып қойыңдар. Қыздар ек қыздан береміз. Рахима, Нұрсамат сөзін сұрас сөзін алып қойды ұмытып кетеді. Алыңдар теңгез аласың. Алып қойыңдар, алып қойыңдар. Қыздар жағы, барша алып отырған жоқ қыздар жағы. Мына екеуміз шөбере көреміз. Сау болсын. Осы ұйымдастырып, неше жылдан бері әуре болып, бір-бірімізді көрмегенбіз, кейбіріміз 40 жылдықта болғанбыз. Енді 50 жылда болған жоқ. Дендеріңіз сау болсын. Ұйымдастырушы Рабиға, Оразбек, жақсылық болсын дегенде барлығымыз осындай қуаныш болсын дегенімізде дендеріңіз сау, жақсылық болсын. Көп сөйлейді. Біз көргеніміз дұрыс. Алып қойыңыздар. Ана сөзге алу керек десең. Құш найза болса болды бізді. Соғыстан біз Білек. Алеша, аласың ба? Ато отдельно қыздардың арасында. Бұндайға жетпеймелер, жетпегенде бар. Қуанып жатыр кеше. Соңғы қоңырау. Кеше жолатайға кеше мен маңдайына белгілеп қойып қайдан білейін бұл кеше ғой. Кеше Құран оқытудан кетіп қалып, Құран оқытып кеше сіздер ана жаққа барыпса, балам көмияға келіп. Бәрі жақсы болсын. Сен айта бер. Заданың сізге білмеймін ғой, қатынасып екен, қасында сөйлеп жүрсің. Қатысы ма сен? Ой Алла. Айта бер. Арғай. Көзіңді ашы. Айта берсің. Еден арат рахмет, генерал, сізге рахмет. Сізге рахмет. Менің Маратта жәрдесеңіз ұйымдасып жатқан. Өте қуаныштымыз. Жолдар қосылғандарымыз ғой. Осындай күндер бола берсін. Рабиғамызге сізге рахмет. Кеше әдемі сөйледіңіз, саған жақсы сөйлеп жатырсыз. Тек қана жақсылық болсын деген тағы да бағана не айтып қалды ғой, тағы бір жылдарда кездесейік деп. Соған жетейік, иә? Бала шағамыздың қызығын көрейік. Нұрлан рахмет, Астанадан келіп отырсыз. Қандай қош келдіңіз. Рахмет сізге. Еліміздің қызығын көрейік. Екі күн мақтанып жатыр шөберелер. Жорадай көріп, жасықты мен көріп, адам екі көріп, құдайға шүкір. Еліміз сау болсын, тек қана жақсылық. Өзімізді күтейік, аман есен жүрейік. Қысқаша. Бесімге салады. Бар вақыт сол балада екенін білеміз. Бірақ айтамыз ғой, айтпеңдер, кетпеңдер, бұл дүниеде үшін бәрін ананы істеуім керек, мынаны істеуім керек шыға алмайсың. Ол біздің табиғаттың берген бізге қасиеті. Ол еш уақытта ауыз айтады, жүріп басқа нәрсе айтады. Сол себепте енді бәріміз сөйледік, ішімізде көпшілік сөйлемегеннен жеңгем деп айтпаймыз. Не қалды ма? Ең әдеме жақсы себебі ағамыздың бір сәнсәліне өтпелеген ғой. Әбдірәшім менің әйрі ағам. Жеті
Yoldan qozg'algan şeylerin ömürlük yoldaşlarım, jarlarım. So'ni unutmanglar. 55 Yolda bozulganlar var. Бақыт тілеймін сіздерге, өстіп бастарыңыз қосыла берсін, аман болыңыздар. Не дейін, осы уже екінші рет қой қосылып жатқаным менде, 40 жасында болдым, міне 55-ші. Оразбектің тойын бәрінде болды. 20-да болдың? 20-да болдым. Айлен үйде болып қойды, бала. Қой болған жоқ. Жоқ болған жоқ. Өстіп тойлай беріңіздер, аман есен болыңыздар. Бастарыңыз қосыла берсін. Өстіп біз енді не дейін, Қаршыға қолданып көпсіз жақсылықты көрсе болады, ауырмаңыздар. Бала шағаларыңыздың қызын көріңіздер, немере шөбере, енді бізде немере бар, шөбере жоқ. Соған жетпегендер жетсін. Бас иелеріміз аман болсын бәрін. Солардың арқасында біз күліп ойнап жүре берейік. Енді мынау осы енді дастарханнан не кештем айтуға болады ғой. Ол не емес, Желсай бір өзім жақсы бір сөз айтып берші. Мен енді шіліңе көретін істеймін. Осы дастарханның бәрін Жоқ, мен ондай қатты үлесім жоқ енді. Бірақ та енді бәріміз әйтеуір бір қатар түріктерміз ғой енді. Бәріміз құрдаспыз десек те болады. Енді осы кездестіңіздер ғой неде? Эльба. Қарасам Марат деген бір қуанып келді. Мен айтып жатырмын, қандай сағынған иә класстастарым деп өзім ішімнен не қылдым. Марат деген прям қуанып, сондай бір соны не қылып жатырмын. Сағынады, осындай нені сағынады адамдар, бір кезең болады. Бірақ кезіне соғылды сағынады. Кезең, бұл сондай тасымалдаған жоқ па? сондай кезең бұл. Мынау енді былайша айтқанда бәріміздің осы отырғандарымыздың өзі сол бір не ғанибет дейді ғой. Аман болыңыздар. Енді бұл жерде Марат айтып қойды, ой, Әлия пунктуальная, Рабиға прямо ответственная деп бәрін айтады енді, шын айтады. Обсуждение болады күніге. Соны айтады да, мысалы, Алешаның жаңағы енді прямо офицерский, прям бәрін четко деп қойды. Сөйтіп өзі енді көпнені естіп жатырмын сырттарымыздан, жаңағы қандай әңгіме айтты, қандай не айтты деген обсуждение болады ғой әр үйде. Соның бәрі бір не? Аман болыңыздар, енді бәріміз бір-бір үйдің анасы үлкен әже болып отырсыздар ғой. Мына әжелік ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Енді осы қыздарға сый көрсетейік деп айтып жатыр да енді. Жігіттердің осы Оразбек бар, Абдыраш бар, бәрі сол енді. Осы қыздарға көбірек көңіл бөлейік, не қылайық деп. Енді жастықпен болады ғой, кейде бір встречалар болады. Қыздар жайына қалады, жігіттер өздері бөлек біледі. Сондай болды бәріміздің. Ана бітіре салып біздің балаларымыздың ер балалар көп қой. Бір кездесе береміз, бәрімізден ақша жинап алады да, қарайды шыққандай отчет бермейді. Соңынан кейіннен естіп жатырмыз. Жаңағының ішіне біреусі 1 миллион ақшаны қалтаға салды. Сөйтті де біздің ана выпускниктер ортасы не қалды. Өкпелеп бір-бірімен қатыспай қалды да, мен Құдай сақтай көрді деген. Содан да не қылады ма деймін да. Потому что балалар көп, ана жан-жақтан келеді, даже Россиядан келеді. Гидрамыз ғой біз. Гидра деген ол бізде Россиядан да келді балалар сонда. Сонда кісі біз енді қыздардан может по-свойски азырақ жинайды, ер балалар көп салады екен сол кезде. Ойбай кітап шығарамыз, ойбай бүйтеміз. Сондай, а бұл жерде бәрі жаңағы өте не, бәрі Марат етеді, мен бәрі бүйтіп жазамын деп қойып жаңағы WhatsApp-қа шығады. Сондықтан енді мен енді не қылмасам да, но информацияның бәрін естіп отырмын. Былайша айтқанда бәріңіздің орындарыңыз бір-бір төбе, әрқашанда сол неден көріне беріңіздер. Бәрлеріңізді өте жақсы көреді, жігіттеріңіз, класстастарыңыз осындай бір-бірлеріңізге сый құрметтеріңіз арта берсін.
аман болыңыздар, жігіттер, қыздар. Енді сіздер бір-бірлеріңізді көріп, бала болып, бір-біріңізге еркелеп жатсыздар. Соның өзі бір ғанибет. Бізде де сондай болды. 50 жылдық біз кездестік. Содан 50 жылдыққа дейін ағайын кеш жарық деп бір қол ұрып жіберіңіздер. Аға мен сәл адасып кеттім ау деймін. Мен негізі басқа бір ресторанға баруым керек еді. Жас қыздардың бәрі 70-ден асқан қыздар. Аға қай ауыл сіздерде Қалада, қалада. Керімбай мектебі, Керімбай мектебі. Қалада, Қаздар ауылда. Мамада күшті екен. Имам Марка гаражда, ағалар бүгін таразда. Сол. Адасып кетті. Адасып міне яқтан шығып қойды. Бұлақ көл емес па аға? Гакку бұл. Аял ағалар, әрқашанда жүздеріңіз жарқын, отырыстарыңыз думан болсын. Сұлуың жарқынынан айтылды сырлар табыдан ардайыма деген болу аттасқан күнді сағады нұр жауып тұрған көктемде гүлдере бардым көктерге қоңыраулап аспанда найзағай шам жүгіргенде есіңе мені алғайсың аз бауырдың арманғанда орманға жалғыз барғанда арманда аға арманда есіңе мені алғайсың. Інім, сен мен 100 грамм жетін болдың енді. Мен спешалдан алып доғлан деген бәріңізге рахмет айтып ардақтар ағайын. Той болсын, 80 килолық қой болсын. Главный тамаданың басында кішкентай ғана ой болсын. Adasın.